Заманның заңғар тұлғасы Ілияс Жансүгіров, құлагер поэмасы, буктрейлер. Арқада Еременді мекен еткен Керей руында Сағынайдың асы беріліп жатқан кез еді. Бұл жиынға талай мықтылар, небір бай манаптар мен шешендер жиналды, бірақ жұрттың күткені бірақ нәрсе еді. Ол алты қонып алыс жерден келген Көкшетаудың дүлдүлі ақан сері болатын. Аңайдан жан жүрмесін. Өзімнен таса қылмаңдар бұл жануарды. Сыншының келіп 30-40, Күренбай көріп құлагерді бұлай деді. Нағыз тұржебенің өзі екен, алдынан ұмтылғанда. Аң құтылмас артынан жөнелгенде. 75 жылқы. Жануар жүйрік екен жылқы малдың. Сенен сескеніп тұр. Құрбанға шабар малға бата қылған молдадайсың қолдайсың. Қалай деп бола ма? Жат көздің соғы түйіп жүрер. Бұл айда қалып кете. Көп тамсанып кеттің жерге түкір. Көзімнің көбеймесе, бүгін ағы. Есімнен жаңылып баса шайтан тағы. Егерде шын жылқыны мен танысам, қақ мұның бұзып жарып дайды алмағы. Жықпаса жалғыз қазық жануарды. Бұл әзір жеткізбейді жылқы малға. Ау мынау бас бейгені ешімге бермеймін деп бекінген Батыраш пен оның әйгілі көк тұйғыны. Өктерем Батыраштың көк атын деп, от тапсын аузыңа ие болмай. Көгіңді бөктермесем, атым сенікі, шапса да әкең мініп байталына. Намыс оты тұтанды, арқаның елі тегіс ателіктеп ұлы бәйге басталға отыр еді. Балам, жел жақта шаңғап тұрма, ұрма, тек қана тізгін қағып жайқа да отыр. Өзектен өткенде басын қоя бер. Жер бетін қағып ұшқан құстай жүйгіп аттар жөнеліп барадым. Күңіренген даланы аспанға жетті. Адақтап барған сайын жүректер суырылып алға шықты. Не келе жатыр? Алдыңғы ат! Құлагер! Құлагер озып келеді! Бірақ қызғаныш пен кек адамды қандай соқырлыққа итермелейтінін кім білген. Құлагер жекке жеткізбей құстай қалықтап келе жатқанда көкөзектің жырасында қауіп төніп тұр еді. Бері шылбырыңды! Амның жолына май. Жан бекен, сайдан бекен қаза болғыр. Қанды қол, қастық менен руынай. Құлагер, қолыныңнан керімедің. Нағашым сұрағанда беріп едің. Аттарды ерейменге айдағанда оқты көз уғиылғыр көріп едің. Қорытындылай келе құлагер жүрекке тікелей әсер ететін, оқырманды бірден баурап алатын шығарма. Бұл поэманы оқи отырып, сен тек оқиғаға куә болмайсың, кейіпкерлермен бірге қайғырып, бірге толқисың. Егер шынайы эмоция, терең мағына және қазақ рухын сезінгің келсе, дәл осы поэма сен үшін бір оқысан ұмытылмайтын туынды.